Не үшін сен ұбт-дан ойлаған балыңды ала алмайсың? Саламатсыздар ма? Менің есімім Құралбаев Нұрсұлтан және мен 190 оқу орталығының директоры боламын. Көп адам ұбт-дан 140-120 балл алуды ойлайды. Мен осындай аламын, ойбай мен қопарамын деп жаз біткенде сендер ойбай қырам, жоям, битем, сүйтем деген мотивациямен келесіңдер да, вот күздің басында прям сондай мотивациямен жестко дайындаласыңдар. Бірақ бір кезде мотивацияларың бітеді. Сол кезде сендер не істейсіңдер? Ол кезде сендердің екі жолдарың бар. Біреу алады да, ай қойшы бұл оқуыңды деп тастайды, екіншілері бір демалып алып қайтадан ұрады оқуын. Міне, осы кезде әрекет деген нәрсе пайда болады. Сендердің әрекеттерің ол сендердің нәтижелерінің жартысы. Әрекет нәтиженің жартысы деп айтайықшы. Мысалы, мотивациясы бар адам қалай жұмыс істейді? Мотивациясы бар адам тұрады да бір уақытта фук өткізіп қатты оқып бітеді. Бірақ бір кезде айлық тест немесе пробный тест келген кезде ол өзінің қалаған балын ала алмай қалады. Сол кезде ол айналасындағыларға қарайды. Мысалы, мен тұрамда пробныйдан барамда қатты оқып жүрем. Менің қасымда бір дос балам болады, ол оқымайды онша көп. Бір былай тиіп қашып жүріп оқып жүреді. Мен тұрамда сол пробныйдан 40 балл алып қалам, менің дос балам 42 балл алып кетеді. Менен 2 баллға жоғары алып кетеді. Мен тұрамда андай қиналамын ішімнен. Бәріңізде бар нәрсе ғой, қасындағылар озып кеткенде айналаңа қарайсың, мынау неге көп алды, мен қиналып оқыдым дейсің да, и бір кезде оқудан көңілің қалады. Сөйтеді да сенің әрекетің сол жерде аяқталады. Болды, сен ары қарата оқуыңды қоясың. Енді өзіңді қинап бірдеңе қылып оқисың, бірақ бұрынғыдай оқи алмайсың. Себебі неде? Себебі сенің ойың айналаңдағы адамдарға бөлініп кетті. Сенің әрекетің сол жерде аяқталды. Ал басқа адамдар болады, ол қарамайды өзінің балына. Қанша балл алса да, бірінші пробадан, екінші пробадан қанша балл алса да қарамайды. Қараңыздар, ұмытпаңыздар, мына нәрсені ұмытпаңыздар. Кімнің қанша балдан бастайтыны маңызды емес. Сен 20-дан баста, 10-нан баста маңызды емес. Кімнің қанша балмен аяқтайтыны маңызды. Сенің бірінші пробадан алған балыңмен сен ешкім грант қалмайды. Сенің соңғы ұбт-дан алған нәтижең бойынша ғана грант алады. Көз алдымнан 10 балмен бастап 120 балдан өткен адамдар да бар. Енді 10 балда өтірік айтпай ақ қояйын, шілей кетіп қалдым. Бірақ бір 20-30 балмен бастаған адамдарды өз көзіммен көргем. Олар жылдың соңында 120 балға дейін апарғандарын өз көзіммен көргем. Бұлардың барлығын біріктіретін не нәрсе? Барлығын біріктіретін нәрсе әрекет. Олар ешқашан әрекет етуді тоқтатпаған. Бірінші кезекте дисциплина, екінші кезекте сол өзінің қойған ережесіне, өзінің қойған заңдылықтарына бағыну. Сендер басқалардың заңдылықтарына бағынбай қойыңдар. Курс айтты, анау айтты, мынау айтты деп заңдылықтарына бағынба. Өзің қойған заңдылықтарға бағына білсең, сен соңында нәтиже міндетті түрде көрсетесің. Егер де сіздер Алматы қаласынан офлайн форматтағы курсты іздейтін болсаңыздар, мен сіздерге біздің 190 оқу орталығын ұсынамын. Және де біз туралы толық ақпарат білу үшін біздің Instagram, YouTube, TikTok парақшаларымызға тіркеліп қойыңыздар. Біз ол жаққа өзіміз туралы барынша ақпараттар салып отырамыз, және де болашақта бұйырса біз өзіміздің онлайн курсымызды ашпақпыз. Егер сіздерге ұбт-ға дайындалатын курс керек болатын болса, бізге тіркеліп отырыңыздар. Және де ұмытпаңыздар, осы YouTube парақшамызға біз ұбт-ға байланысты түрлі лайфхактарды және де түрлі ережелерді, нұсқа талдауларды біз салып отырамыз. Оларды жіберіп алмау үшін колокольчикті басып қойыңыздар.